Ал енді барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Сұлу, және бүгінгі видеода мен сұрақ-жауаптың 5-ші бөлімін түсіретін боламын. Ал естеріңде болса, мен 2 ай бұрын сендерден сұрақ-жауаптың 5-ші бөлімін шығарамын деп айтқан болатынмын. Бірақ сол беті қалды. Әрине сендерден кешірім сұраймын. Менің еріншектігім осы видеоларды жасауға жібермей қалды. Бірақ әйтеуір видео шығып тұр ғой, сол үшін лайк басып араңа тіркеліп кетіңдер. Өйткені әр лайк Сұлудың жаңа видео шығаруына мотивация. Ал ендеше біз видеоны бастаймыз. Алғашқы сұрақ бізде Жензен ғой деген арнадан келіпті. Атыңды қате айтсам кешір. Ал бірінші сұрақ: неге ютубер болған келді дейді. Өйткені мен бұрын ютуберлерді көріп өстім, сосын маған олардың видеолар қызық болды, сосын өзім де осындай видео жасай алам ба деген ой болды, и осындай ютубер болдым, короче. Бірақ ондай атақты емеспін, бірақ мен үшін бұл жақсы. Екінші сұрақ: қандай ойындар ойнайсың дейді. Мен қазір тек 3 қана ойын ойнайтын шығармын. Біріншісі ол Майнкрафттың клоуны, екіншісі Brawl Stars, үшіншісі және ол Among Us. Осы 3 ойынды ойнайды екенмін. Өйткені маған басқа ойындар дұрыс көшірілмейді, сосын менің телефоным қатады олардан. Үшінші сұрақ: сабақты нешеге бітірдің? Мен сабақты нормальныйдан ұстап 4-тен бітірдім ғой, короче. Жақсы оқыдым мен. Төртінші сұрақ: қандай сабақтар ұнайды? Маған қазақ тілі ұнайды. Шын айтсам, мына сабақ біткеннен кейін мен өзіме қандай сабақ ұнайтынын ұмытып қалдым. Негізі қазақ тілі ұнайды, сосын ағылшын ұнайды. Болды, басқа маған сабақ ұнамайды. Жақсы кеттік. Бесінші сұрақ: өскенде кім болғың келеді? Менің негізі адвокат болғым келеді негізі. Бірақ стоматолог болғым келген, бірақ стоматологқа деген желание менде қазір жоқ. Мен Жансың қойдым, осымен маған деген сұрақтар аяқталды. Осы сұрақтарды қойған үшін мен саған рахмет айтамын. Ал енді мен келесі пікірлерді оқиын. Сәлем, мен Берлин дейді. Сәлем Берлин, қалайсың? ютубтағы мақсатым дейді. ютубтағы мақсатым мен 100 000 подписчикқа жетіп, күміс кнопканы алу. Бірақ біз ең бірінші 10 000-ға жетіп алайық, ары қарай сосын көрерміз. Негізі ютубтағы мақсатым осы. 2. ютубқа қалай келдің? Адам ұқсап келдің. Привет, ютуб деп келдім, короче. И мен просто каналды аштым, сөйтіп келдім ютубқа. Үшінші сұрақ: мкбге не үшін келдің және кеттің? мкбге не үшін келдім? Просто ішім пысып берген ғой, не бар екен деп. Өйткені мен рекоммен шыға берген. Ал кеткен себебім, менде ойнайтын адам қалмады, ешкім ойнамайды. Сосын мен кетіп қалдым. Оның үстіне маған сол кезде мкб кәдімгі қызықсыз болып кетті. Сосын кетіп қалдым. Төртінші сұрақ: алдағы мақсат? Менде алдағы мақсаттар ол Brawl Starстан көптеген видеолар шығару және гачадан көптеген сериалдар шығарып, өзімнің көптеген достарым соны гачаға сыйғызып, короче, бір видео шығарғым келеді. Бірақ өкінішке орай бұл видеоны мен жасай алмай келе жатырмын. Гача сериалдар бола ма? Негізі мен гача сериалға вообще қызықпаймын негізі. Егер сендер қызық болып жатса, мен оны жасаймын. Бірақ қандай мақсатқа, мен оны өзімде түсінбеген жоқпын. Және соңғы сұрақ: зұлымдық алқасы қашан шығады? Зұлымдық алқасы достар пока что шықпайды, өйткені оны көп адам күтіп жүрген жоқ, сосын мен оны әлі шығарған жоқпын. Негізі оның сценарийін мен әлі жазып болған жоқпын, еще адам құсап жазып алайын, сосын гача клубты көшірейін, одан кейін сендермен от души сол сериал шығаратын боламын. Маған осылай комментарий жазып кеткеніңе рахмет, Берлин. Ал біз келесі подписчиктің или досымның комментариясын оқимыз. То есть сұрақтар. Келесі сұрақ бізде Нуристан келіпті. Мен бұл баланы танимын, кстати. Ал ендеше сұрақтарын оқиық. Бірінші сұрақ: мен кіммін дейді. Сен адамсың. Ал екінші сұрақ: сен кімсің дейді. Мен де адаммын. Атым Сұлу, Тайсуңла. Ал ютуб деген не? Ютуб деген ол предложение, пицца деген кім? Пицца деген ол тамақ деп қойып кетсең, короче. Ал онымен осымен сұрақтар аяқталды. Прикольный сұрақтар жазып кетіпсің. Саған да рахмет. Ал енді келесі сұрақтарды оқиық. Мынау келесі сұрақ бізде атын айтпай қойын, аты қиналып кетті мынаны оқиын деп. Ал ендеше бірінші сұрақ: FNAF қашан? FNAF негізі болмайтын сияқты, өйткені менде қазір iPhone, и мен ештеңе көшіре алмаймын содан. Екінші сұрақ: жігітім бар ма? Менде жігіт жоқ қазір достар. И менде жігіт жоқ, бірақ қызым бар. Қызым бар негізі. Үшінші сұрақ: 1000 подқа стрим ашасың ба? Негізі ашқым келген, осы 1000-ға жетпей тұрыпты. Бірақ та мен ашайын деп анаяқта қиналып кеттім жосқам. Дым істелмейді, предложениялардың бәрі қуған, короче.
и мен стрим аша алмай қалдым оны тоже. Ал төртінші сұрақ түріңді көрсетші дейді. Мен түрімді ата заманда көрсеткен ғой негізі. Мен оны баяғыда 2023-те 2022-де мен инстаграмда салдым, бірақ ол қазір инстада мен қазір фото салмаймын вообще. Ал одан кейін мен влогта жүргіздім, ол влогта да көрсеткен түрімді. Еще мен тағы да қада салдым, тиктокқа да салғам түрімді. Негізі бүкіл жақта бар ғой менің түрім, слизтик шығатын тіпті. Оның еще келесі сұрақ. Ал келесі сұрақ бізде тоже юсер бұл деген адамнан келіпті. Бірінші сұрақ: сен нешедесің, либо қаншадасың? Менің жасым қазір 12-де, ал осы декабрьдің 12-сінде мен тоже 13-ге толамын, достар, кешірім сұраймын. Ал неше екінші сұрақ? Сұрақ: қанша каналың бар? Менде негізі 3 канал шығар, менде Glamrock Slow, сосын Рамазан. И осы бірінші каналым основной канал. Бірақ ол қазір 2 каналды мен қазір жүргізбеймін, өйткені ол менің ескі телефонымда қалып кетті. Достар, менде қазір басқа телефон тұрып естеріңе салып қояйын. Ал үшінші сұрақ: қай жақта тұрасың? Мен Астанада тұрамын, оны көбі біледі негізі. Сонда да айтып қойдым. Ал соңғы сұрақ бізде Ильястан келіпті. Мен Ильяс мен досымыздар. Ал оның жалғыз сұрағы: футболға қызығасың ғой? Мен футболға қазір қызықпаймын негізі. Мен қазір волейболға қызығамын. Мен бұрын қызыққам негізі, телевизордан қойып жатқан кезде кәдімгідей әкеммен бірге көретінмін, бірақ қазір мені қызықтырмайды, короче. И және достар, осымен сұрақтар аяқталды. Осы сұрақты қойған барлық адамдарға мен рахметімді айтамын. Ал ендеше достар, осы видео аяқталды. Ұнаса лайк басып, жазып кетіңдер. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен Сұлу. Сау болыңдар.